қалайсыңдар? Күшті бір лайфхак айтып берейін. Шетелден келген көліктің растамышқысы төленген ба, төленбеген ба деп көбісің сұрақ қоясыңдар. Мысалы, колеса кезетте объявлениеде толып тұр. Утиль первичкасы төленбеген, растамышқысы жасалған деп. Немесе 2 жыл бұрын легализация жасалды, түп тамыры грузин болып, растамышқысы төленбеген болуы мүмкін. Соны e-okno.gov.kz-тен қараймыз. Қалай тексеретін көрсетейін. Кеттік. Міне Google-ға кіреміз. Поисковикке тереміз. e-okno.gov.kz. Міне бірінші шықты. Міне бірінші официальный сайтына кіреміз. e-okno.gov.kz. Астыңғы жағына түсеміз. Міне шықты. Вин-код бойынша тексеру. Басамыз. Осылай бір машинаның вин-кодын саламыз. Бір Сиена келді жақында. Соны тексерейік. Поиск. Міне шықты. Растамышқысы әлі жасанбаған. Сведения по таможенному оформлению транспорт средства с указанный вин-код отсутствует дейді. Енді басқасын теріп көрейік. Мынау растамышқысы жасалған көлік. Вин-кодты қоямыз қайтадан. Поиск. Міне шықты. Көкжанды. Вин-код найден дейді. Төменгі жағына түсеміз. ДГД по Атырауской области. Модель Subaru Outback. Год производства 2012. Осылай шығады. Осылай тексереміз. Ақпарат пайдалы болса, білмейтін таныстарға жіберіп қой, және избранных сақтап қой. Давай. Сау болыңдар.